Елбасының тапсырмасын іске асыруға бағытталған осы заң жобасын қолдаймын. Құрметті Мадина Ерасылқызы, заң жобасында мүгедек жандар қамқоршыларының бұрыннан көкейінде жүрген мәселесінің шешім тауып отыр. Оны өзіңіз атап өттіңіз. Мынау бала кезіне бірінші топтағы балдар жаңа 18-де асқаннан кейін қамқоршыларға жаңа жәрдемақы енгізген. Енді мына кез келген жәрдемақыны рәсімдеу қиындықтар тудырады. Өйткені қажетті құжаттар мен уәкілетті органдарға барып жүгінуді талап етеді. Осыған байланысты аталған адамдар өтініштерін электронды түрде бере аламын, осы сұраққа жауап берсеңіз. Рахмет. Рахмет. Біздің министрліктің деректері бойынша осы жәрдемақыны алатын алушылардың саны қазіргі уақытта 14.851 адам. Олар заң бойынша қазіргі уақытта кез келген халыққа қызмет көрсету орталығы бойынша осы қызметті ала алады. Өздері сол халық қызмет көрсету орталығына бара алмаса, олар басқа адамға уәкілеттік бере алады. Одан басқа біз бұл қызметті электрондық түрде, электрондық үкімет порталы арқылы көрсетеміз. Маусым айында тесттік режимде осы қызмет электрондық түрде іске қосамыз. Бірақта одан басқа осы уақыттың тығыздығына байланысты біз министрлік тарапынан арнайы жұмыс істедік. Біздің әлеуметтік қызметкерлеріміз осы республика бойынша осы санатқа жататын азаматтардың тұратын жерлері бойынша барып осы өтінішті қабылдай алады. Осындай жұмысты біз қосымша ұйымдастырдық.